Ассаламу алейкум, сайхалы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдамекова Чалышан вешімдікі саатқа бойле мәлімат. Шернің яны ел башчысы Ахмез Жетмемуретнің башы вазифесіне тәйінленежек намзетнің ады белі. Айдавчылар үшін яқшы хабер. Бот Келеватки трассасының ilk уст yolu açıldı. İstidatlı ve харизматик иштиракчилер. Ахмезжетте Қырым татар музыкасы ер ве ойын бұрынжы Жумхури конкурсының финалы олып кечті. Күреш бойынша бұтын Қырым чемпионатына азырлықлар. Бақчысарай өз чемпионларыны белгіледі. Бұл ведегер хаберлер ақта бізі мұхберлеріміз тариф етежеклер. Бүгін Қырым парламентінің вице-спикері Наталья Маленко өз векалетіні бітірді вестифаға чықты. Ярын кешер мемуретінің сессиясында Маленко или контракт имзаланacak ve Акимет векілі Ахмезжетінің мемуретінде баш муавенің ішіні ве вақытынжы мемуретінің башы вазифесіні эдайт ежек. Мы объявили перерыв. Завтра на сессии будем рассматривать вопрос о том, чтобы ее принимать первым замом. Игорь Михайлович подпишет это контракт с ней, и следующий вопрос будет о отложении полномочий главы администрации Игоря Михайловича Лукашова. Ну и дальше по процедуре уже первый зам будет формировать всех заместителей, которые мы будем в пятницу, скорее всего, будет сессия, где будут утверждаться все заместители, с которыми будут работать, согласовав с депутатами, с Госсоветом и Советом министров, для того, чтобы город не остался без руководства. Енді бұл жұма күні сессия кечірілежек, оның кетіш атында Қырым пайтақты мемуретінің башы сечілежегіне конкурс илян етілежек. 20 күнден соң есе намзетлер арасындан мебуслар бөлігі Ахмезжетінің яны елбасшысыны белгілежеклер. Кележекні берабер қорчалайық. Қырым Жумхуриеті милетлер ара мұнасибетлері ве сургун олынған гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінде керек масса кечірілді. Бұл тедбір фашизм, расизм ве антисемитизмге қаршы халқара көреш күніне бағышланғандар. Керек маса черчевесінде Акимет векілері Қырым Жемаат палатасының темсілчілері, сесетшінаслар ве дин эрбаплары бұлындылар. Всевышний сотворил всех разными, но все мы вместе здесь, в Крыму, создаем красивый букет. И из-за этого, получается, праздники у нас проводятся вместе сообща, говорится, праздники мы не отделяем. Точно так же и трагические дни. И то, что важно для каждого представителя крымской земли, это важно для всех. И за это мы должны, конечно же, всегда сообща это все проводить. Тедбір «Хрустальная ночь» яда ночи разбитых витрин. Адла Алманияда 1938 сенесі ноябрь 9-10 күнлері юз берген фажаға бағышланғандар. Бұл фажада ехуди халқына пек балабан зарар берілген адам. О күнлері нацистлер 90 инсаны өлдіріп, 30 бен нейсек концлагерлерге юлаған еді. Все, что мы делаем, все, что мы стараемся делать, мы делаем ради нашего будущего, ради наших детей. Поэтому многие наши мероприятия подходят именно под этим девизом. И сегодня мы хотим провести наш круглый стол в таком несколько, может быть, необычном формате. У нас будет несколько приветствий, выступлений, а затем мы сделаем свободный микрофон, то есть чтобы люди могли высказать все, что они думают. 2016 сенесі Қырымда планлаштырған терактның яны тәфсілетлары белі олды. Россия-24 телеканалының хабер еткеніне көре Брянск вилаятының сынырында Украин махсус қызметлерінің хазимы Георгий Абдылаев яқыланған. Шекленген инсан сорғу кетіш атында ұжымны Украина Мудафа зерлегінде эсас истихбарат идаресінің хадимлері Александр Громов, Максим Шаповал ве Кирилл Буданов азырлап өмірге кечірмеге тырышқанлар ақта айтты. Хатırlatамыз 2016 сенесінің август айында Қырымда Эрмени базар шері янында Русия-Украина сынырында құмшы мемлекетінің диверсантлары елі атышув нәтижесінде федераль қызметінің хадимы ве Русия десантнегі елі қолды. Бұл ерде 20 патлай жимаде арби едеклер веселя тапылды. Абдылаевның тариф еткеніне көре бұл ақта ООС сабық команданындан білген еді. Мне известен сотрудник спецрезервов ГУРМО Украины, майор Буданов Кирилл Алексеевич, на 2015 год, 86-го года рождения, который принимал участие в спецоперации ГУР в зоне АТО.
Задачи он получал лично от Шаповала, либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности в спецзадачах украинской военной разведки, Громов и Шаповал являлись руководителями, организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму, а Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии. Русияда ясақ етілген меджлесінің фальчилерах темчей гозви елме умеровға президентінің мемуретіне язылған даваризаларыны бақылмасында редеттілер. Олар афу етілгенлер ақта малюмат сұрадылар, ама малюмат берілмеді. Бұқтауларының адлиежісі Николай Полозов білдірді. Москва шер махкемесінің фікірне көре, бұл ішінің бақылығы Русияның анаяса құқы системасына қанунсыз кірішмектір. Чүнки более органларының әрекетлері махкемеде бақылмасы имкансыз, деп языла месседжда. Өзіне бетінде Полосов Русия қанунлары черчевесінде даваризасыны язғанлар юқары махкеме идарелеріне мұраджат ете білейлер деп қайдатты. Қатырылатамыз 2018 сенесі февраль айында Москва шерінің район махкемесі Русияда ясақ етілген меджлес фальчилері Ақтемчей Гозви Илме Умеровның афу етілмеклері ақтаки даваларыны бақмаға редетті. Аджиқал қарач йолу ile бағланған Ботке Леватки яны трассасының бұрынжы уст йолу açıldı. Енді арабалар насыл қатнай. Йоларда тықанықлар азлашты мы, yok mu? Bu ақтан Аджией Саеванын левхасында. Аджиқал қарач yolu ile bağlanған Ботке Леватки яны трассасының уст yolunda esas işler yekünlendi. Bugün bu yerden nakliye қатна başladı. Яны уст yolu Ботке Леватки трассасының üstünden keçe. Данный участок, отрезок, так скажем, Bu yol kısmı ikinci derecelik yoldur. O Ботке Леватки aylanma trassasının ikinci seviyesinde keçe. Şimdi biz hareketini açtık. Tek küçük noksanlıklar kaldı. Onlarını biz 3-4 günde doğurtarıq. Ахмежит ve komşu kasabalarının sakinleri kuvana. Çünkü bundan evvel nakliyet yaramay yol boyu keçeydi. Aydacılar bu yol kısmını zorlukla keçeydiler. Endi yol hareketi hafsız ve onaytlı oldu. Город забитый, хоть езди объехать. Очень хорошо делают дорожки. И надеемся, что они все закончат до конца, до села, и будем ездить и радоваться. Araba yol kuruculuğu gece kunduz büyük tezlikle alıp barıla. Bu yerde 100'den ziyade teknika ve 250'den ziyade insan çalışa. Obyektinin umumi hazırlığı bugünkü kunde 84%'ni teşkil etti. Naciye Исаева, Ervin Amiraliyev, Millet Telekanalı. Қырымда «Живи лес» адлы Бутун Руси экологик акциясы кечірілді. Ахмежет районын Ботке көйінде Учбенге яқын емен терегінің фиданларыны отырттылар. Акцияда Қырым акиметінің азалары фаал суретте иштирак еттілер. Тешкелечіларының малыматына көре, экология сенесі девамында олар бұйық нетижелерге еріштілер. 38 гектар ерде ешіл өсімліклер сачылды, 39 гектарлық мейдандан чөплік чықарылды. Бұл сененің сонуна де Ботке көйінің 3 гектарлық территориясында да 10 бенге яқын фидан сачылajaq. Символично мы сегодня именно высаживаем дуб скалистый. И будет этих больше и больше саженцев. Естественно, потом, как только они подрастут, лесничество будет раздавать в другие регионы Республики Крым. Это очень хорошая акция. Ее нужно проводить постоянно, что и делает и Министерство экологии. Ахмезжетте Қырым-татар музыка ойын вейірлары бойынша бұрынжы Жұмхурет конкурсының финалы олып кечті. Ярмадамызның Чешет-Шерви районларынан келген онларжы артист өз истидатының нумайыш етті. Тәфсилатлы және Бетекелев хамызда сейір етіңіз. Шен креатив ветек халебе қазынмаға иссегенлер. Керечлі конкурс иштиракчылары тамам бойлы кейфілі келділер. Мы приехали побеждать, приехали стараться. Надеемся на победу. Бу күні бір санада тек Қырым-татарлар артистлері дегілді, чоқусу дегер миллетлерінің векиллері де топланды. Санырлар тек иштиракчыларының яшлары бойынша қойылды. Яни ижрачылар 35 yaşına kadar olması mümkün еді. Tedbirдің esas мақсады истидатларының içinden en istidatlısını seçmek еді. Сегодня у нас финальный тур первого республиканского фестиваля, конкурса крымско-татарского искусства. Вы как раз попали на самую середину. Мы завершаем финальный тур среди аматоров, и через небольшую паузу начинается уже направление
профессионалы. Иштиракчыларның чыгышларына тек сержилер дегилде махсус девлет этилгенлер профессионал жюри азалары да кыймет кестилер. Конкурстун эсас шарты өз халкынын дүлберлигини ве өзгүнлүгүнү нумайыш этмектир. Хочу сказать, что, конечно, наш народ очень талантлив и любят свою культуру. Вот это самое главное. Уже, конечно, я для себя наметила определенных конкурсантов, которые могут пройти дальше. Но это я, не знаю, как остальные члены жюри. Вот. А так хочу сказать огромное спасибо преподавателям, родителям за то все самое хорошее, за то, что они прививают любовь к нашему национальному искусству. Келечекте тешкилетчилар конкурсунун бутун Русия севесине чыгармага ве дигер мемлекетлерден иштиракчыларны желеп этмеге ниет этелер. Мухаммед Зикриев, Милет телеканалы. Хидает адлы дини чтимаи газета өз 25 елығыны қайдете. Черек асыр девамында газетанын йолу мешақатлы олды. 4 сайфеден барет қарабей язнешыры бенге яқын нұсқадан башланған еді. Бүгін есе бұл 12 сайфелерін клемеджмуа. О айда бір кере басыла, оның тиражы 10 бен нұсқаны тешкілете. Бұл қыры мұсылманлары дини даресінің ресмине шырыдыр. Меджмуа муфтиятави ярмадамыздың жәмелерінде бедава тарқатыла. Хидает газетасы Қырымда ислам дini ғайрыдан тікленілі елі бағлы мевзуларны көтере, оның вазифесі мұсылманларының ең актуаль суалярны айдынлатмақтыр. Газетаның ilk muarriri темел қойғанлардан бұрысы Қырым-татар языжы журналист Терджиман Закир Куртнезир еді. Сонысы оның ішіні шымды муфти муавені вазифесіні еді айткенлер, яни Айдер Исмаилов ве Садулах Баиров девам еттілер. Газета яратылығы өзерінде бұйықта қымчалыша бұл мутехасыслар, теологлар, ислам дini ожалары. Тіліміздің яшамасы жейтінде бүйік бір isse қошқанын айтмақ мүмкін, әмді dini sağlam malumatını insanlarımızga yetkizmek, hem de din sahasında çalışan imam molalarımızga dini bilgi vermek cihetinden pek mühim rol oynağandır. Атос адлы қызмет көпегі 2000 рублелік қырсызлығының себебі белгілемеге ярдым етті. Жан көшерінің небечелік қысмына 34 яшлы ерлі сакен мұражат етті. О 1750 рублей жулғаны ақта хабер етті. Вақай юз берген ерге Бельчик Авчеркасының бірлікте тақықы группа келіп етті. Жинайетчінің ізлеріне көпек тұшты, оқырсыз евге пенжереден кіргеніне анықламаға ярдым етті. Бұндан ғайра атос тақықатшыларны бостанға ве сонра қомшу соқақа емде жинайетчінің евіне алып келді. 45 яшлы қомшу қырсызлықны өз бойнына алды, оны қаршы жинай иш açılды, енді қадын 6 елғажы апске алына біле. 45-летняя односельчанка потерпевшей ранее уже попадала в поле зрения полиции. Она привлекалась к административной и уголовной ответственности, в том числе за преступления имущественного характера. По словам задержанной, она часто одалживала у соседки деньги, что и послужило мотивом для кражи. Қырым чалғыжылары өз музыкаларының неуловимый адлы фильмні яраштырдылар. Чоқ сериядан ибарет олған фильм Русия телеканаларының бұрысында көстерілді. Кинолента Евсаневи Страдивари кеманиясының қырслану вақында. Фильмнің базы саналары Ақяр шерінде чықарылды. Чекімлер кеті шатында Ақярның бұрчоқ биналары да құланылды. Фильмде Қырым Девлет филармониясының музыкантлары Мария Ткаченко, Денис Такмовцев, дирижер Денис Карлов ве Қырым драматик театрының альтисті Рудем Алимов өз текрарланмас ерларны ижра еттілер. Қырымның әрбір шерінде миликуреш бойынша кечірілежек ачық чемпионатына сайлама турлары өткеріле. Финал Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксеновның қол тұтывы елі ноябрінің 25-інде кечірілежек. Ярышның кечірмет ешібюсы есе Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекке айт. Бақчысарайдаки турнир кетіші аты ақта бізі мұхберлеріміз тариф етежеклер. Умумен bu 10 оғлан ер бірінің құшағы бар. Финалға чықмақ үшін Бақчысарайның ең атик спортчылары көрешелер. Аға Қардаш Мустафайлар көрешмеге қарар алдылар. Ве бойле бекленілмеген нәтиже олды. 16 яшлы Имирали 19 яшлы ағасыны енгеніне севінмеді. Эпосы бір эсас турнирде иштирак етіп оламаз. Шымдылик яшы келешмей. Нечаянно получилось, так не хотел, это мой родной брат, так не специально. Крутку, почти, можно сказать, тоже бедро сделал и получилось, но не ожидал, что даже получится.
Шыкур Зейтулаев Галибе қазаны жағына 100% ғайымин. 70 кило чекісінде о рахипны көреклерге қола ятқызды. Ве умум Қырым турнирінде бойле ойын шекілінде ғалип чықмаға планлаштыра. Оның севілген межгулиетлері бар. В зале обычно тренировки на поясах боремся, оттачиваем все, что можем, свои приемы коронные. Я люблю цеплять просто ногу на себя, цепляю ногу и валю, и все. 13 яшлы Эльнур уйкен достларына буюк мирақ иле бақа. О юнан ромалы көрешнен оғраша ве ярышларда буюк авеслек иле иштирак ете. Айта ки экі спорт чешіті арасында бірлештірген шейчок. В греко-римской тоже можно пройти в корпус, взять захват и бросить. А в куреше то же самое, только в захвате ты уже стоишь, плюс пояс. Спортчылар қайды телерки сонки вақыт милли көреш рахбетлік қазана. Спортқа эм яшлар, эмді ветеранлар қатнайлар. Последние 2 года начали, после этого турнира, там много кто начал из молодежи приходить по куреш. Ярышта иштирак етмек үшін спортчының яшы 18-ден зияде олмақ керек. Паспортта 2017 сене октябрь 1-неже қырымлы прописка олмасы лязым. 70, 80, 90, 90 қошма чекі категориялар олajak. Бақчысарайны финалда 8 спортчы тақдим етежек. Все хотят выиграть главный приз, у всех мечта, каждый имеет права, даже есть спортсмены, которые специально отучились на это, чтобы заработать машину. Если выиграют, будут ездить, нет, будут готовиться на следующий год. Спортчылар ең күчлі унванны қазанмақ үшін көрештілер. Ноябрь 25 күні есе финалда автомобиль әлді етмеге тырышачақлар. Әрбір чекі категорияда ғалиблер машина иле тақдирленежеклер. Ең күчлі көрешчі қушақ чемпионының ве 50 000 рубленің сайыбы олор. София Шыкурова, Дарина Сафонова, Султания Истакаева, Дмитрий Низовой, Миллеты Чун. Шымдылық бұл мәліматларының эпоседі саат 21 бұчуқтайсы. Кележе қаберлер программасының қачырманасы көрішмек үзіре сағылықпен қалыңыз.